әдеттегіден өзгеше, мүлдем өзгеше күні болды. Мен тарихқа қатты қызығатыннан бастайық. Және өзім тұратын қаланың тарихын 5 саусағымдай білемін. Сонымен осы қалада тұратын және бүкіл әлем бойынша оқырманы бар блогер қыз мені тікелей эфирге шақырды. Керемет емес пе? Мен мектебіміздің тарихын эфирде айтып беру керек болатын. Бұл эфирді мені танитын адамдардың бәрі көреді. Таң атпай мен ерекше сезімде болдым. Мектептегілердің бәрі дайындығымды сұрап тілектерін айтты. Үйге керемет көңіл күйде келдім. Ноутбугымды алып, блогерге жаздым да эфирдің басталуын күттім. Сосын өзімді кішкене қалпыма келтірейін дедім. Не дегенмен мыңдаған адам қарайды ғой мені. Кешігіп қалмас үшін жуынатын бөлмеге ноутбукты қойып жинала бастадым. Және қатты уайымдап қоңырауды өткізіп аламын деп қобалжыдым. Сәлем, Сири. Қоңырау шалынса қабылда дедім де, айнаның алдында көзімді қалай боясам екен деп тұрдым. Уақыт өтіп жатты, ал мен уақыт жақындаған сайын қатты уайымдай бастадым. Бір кезде қолым дірілдеп жылтырақтарды өзіме төгіп алдым. Сұмдық, менің үсті басым түгел жылтырап кетті. Не істеймін, қалай кетіремін? Мен тез киімді шешіп душқа кіріп кеттім. Пердесін жауып жылы судың астында тұрдым. Суды қалай жақсы көретінімді білсеңіздер ғой. Тағы ән айтқанды жақсы көремін. Бірден сүйікті әнімді айтып бастадым. Әнді айтып жуынып болып орамалға оранып пердені ашып қалсам, ноутбукта маған блогер қыз қарап тұр. Эфирдің басталуы жаман емес, мәссаған, мұндайды күтпедім, деді ол. Мен орнымда тұрып қалдым. Ал бізді мыңдаған адам көріп отыр. Мен күнделікті эфир болама десем, сенің әнің небәрі 3 минутта талай адамды баурап алды. Мен таңғалып тұрмын, мүмкін тағы бір ән айтып берерсің, деді ол. Масқара болдым, тыржалаңаш перденің артында ән айттым. Бәрі көрініп қалған шығар. Ұят, мен тез төменге отырып қалдым. Маржан, бізге оралшы деп мені қайта шақырды. Мен көзімнің қырымен қарасам, мыңдаған комментарий кетіп жатыр. Күшті айтасың, орамалың күшті екен. Перденің артында тығылмасай, тағы айтшы, орамалды шеш. Мектепте өте биязы, сабырлысың. Ал қазір комментарий кетіп жатыр. Ал мен бәрі көргенін байқап, ноутбукты жаба салдым. Ата-анам үйге келгенде мен еденде жылап жатыр екенмін. Мен неге бұлай болғанын түсіне алмадым. Неге мен қоңыраудың дауысын естімедім? Неге Сири оны қабылдады? Ұятқа қалдым. Енді қалай өмір сүремін? Мектепке қалай барамын? Басымды қалай көтеремін? Әкем мені бөлмеме апарғаны, ал анам үстімді жапқан есімде. Олар мені тынышталдырғысы келді. Болмады. Сосын жедел жәрдем шақырды. Дәрігер екпе жасап, ұйқыға кеттім. Келесі күні бөлмеден шыққым келген жоқ. Ата-анама көрінуге қорықтым. Бірақ олар өздері келіп ұзақ уақыт маған басу айтып, бәрі түзеледі деді. Ал мен қайтадан жыладым. Маған шай берді. Мен тағы да ұйықтап қалдым. Оянсам бәрі тып-тыныш. Телефоным өшіп тұр екен. Негізі ұялы телефонымды қоспай қойғаным дұрыс еді. Маған өте көп хат келіпті. Тіпті кешегі концертім сақталған бейнені де жіберіпті. Әлеуметтік желілерге, поштама, мессенджеріме хат көптеп келген екен. Кейбіреулер жаман пікірлер жазып жіберген. Мен көрпеге оранып жылап жаттым. Кешке қарай ата-анаммен бірге мектеп психологы келді. Ол менімен ұзақ отырып сөйлесті, бірақ мен оның дауысын естігім келген жоқ. Телефонымды алып қойды. Ата-анама бұл жағдайды қалай да ұмыттыру қажеттігін айтып кетті. Сөйтіп психолог менімен күнде сөйлесетін болды. Күндер өте ұзақ өтіп жатты. Ата-анам бірдеңені талқылай беретін, ал мен кіргенде бірден тоқтап қалатын. Мен бәрі жаман екенін түсінемін. Ата-анам мені басқа мектепке ауыстырғылары келді. Бірақ сол күні жаңалықтардан менің видеомды көрсетті. Ол видео танымал болып кетіпті. Бәрі бітті. Мен енді бірде-бір мектепте оқи алмаймын. Бүткіл елге масқара болдым. Кешке әдеттегідей психолог келді. Бірақ жалғыз емес, бір ер кісімен келді. Бұл не үшін екенін түсінбедім, бірақ ол мені көргеніне қуанышты болды. Сәлем, жинал, сен өте танымал музыкалық мектепке барасың деді. Сенің ән айтқаның мені таң қалдырды, және сен үшін басқа қаладан арнайы ұшып келдім. Мұндай таза және мықты дауысты естімегеніме көп болды. Ал мына шуға көңіл аударма. Жақында сен өте танымал боласың. Бәрі ұмытылады деп маған жаңа өмір сыйлады. Міне қазір бір шоудың аяқталуында өлең айтайын деп тұрмын. Ұтамын, не ұтыламын. Алайда бір рет ұтылып көрген сияқтымын. Әлде ұттым ба? Ал сен қалай ойлайсың, досым? Өз ойыңды астына жаза кет. Лайк басып каналға тіркелуді де ұмытпа.